Сәлеметсіңдер ме балалар? Отыра қойыңдар. Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі көңіл күйлерің жақсы ма? Жақсы. Онда сабағымызды бастайық. Тақтаға қарайық. Бүгінгі тақырыбымызды білу үшін балалар мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Кімдерді ғалым деп атаймыз? Кім жауап бере алады? Ғалым деп кімді атаймыз? Я балаларға айта ғой. Өздерінің сүйген, данышпан, зергер, ақылды адамдарды ғалым деп айтуға болады. Жақсы, тағы кімде қандай ой бар? Тағы кімдерді ғалым деп атауға болады? Я? Қанағат айта ғой. Ол зерттеуші және көп оқыған, ол өзінің жерлерін және де басқа да заттарды зерттеуші адамдар. Жақсы. Белгілі бір отыра ғой. Белгілі бір саланы зерттейтін білімді адамдарды ғалымдар деп атайды екенбіз. Енді тақтаға назар аударайық. Мына жерде кімдерді көріп отырмыз? Ал Айзере айта ғой. Бірінші суреттегі Абу Насыр әл-Фараби. Абу Насыр әл-Фараби. Жақсы. Ағырке? Шоқан Уәлихановты танып отыр екенсің. Ахмет? Әлкей Марғұлан. Әлкей Марғұлан. Жақсы. Қанағат? Ахмет Байтұрсынов. Ахмет? Жоқ. Қаныш? Сәтбай. Қаныш Сәтбай. Азамат? Мұхтар Әуезовті біліп отыр екен. Тағы да мына жерде бізде ал айта ғой. Санжар Асфендияров. Жоқ, Санжар Асфендияров емес. Ал бізде математик болғысы келетін кім бар еді балалар? Арман. Ағниет болатын. Білмейміз бе, мына жерде тұрған тағы да қазақтың атақты ғалымы, математика саласын меңгерген кім екен? Асқар Жұмаділдаев екен. Жақсы. Енді бүгінгі сабағымыз не туралы болады деп ойлайсыңдар балалар? Қазақ ғалымдары. Ғалымдар туралы, зерттеушілер туралы, тағы да белгілі бір ғылым саласын бағындырған адамдар туралы деп ойлап отырсыңдар, иә? Жақсы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ ғалымдары. Сабақтың мақсаты бүгінгі мәтінне негізгі және қосымша ақпаратты көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру, тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін түсіну, дұрыс қолдана білу. Бүгінгі біздің сабақтың өтілетін мақсатымыз осындай екен. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз қазақ ғалымдар деген тақырып болатынын білдік. Енді ғалым болу үшін қандай болу керек? Ол немен қарулану керек? Деген сұрақтың жауабы мына біздің қара жәшігіміздің ішінде жатыр екен. Осының ішінде ғалым болудың құпиясын ашатын бір зат бар. Сендер қалай ойлайсыңдар? Бұның ішінде не жатыр? Тағымет айта ғой. Калькулятор болуы мүмкін. Калькулятор болуы мүмкін дейді. Жақсы отыра ғой. Айзере? Қалам болуы мүмкін дейді. Ғалымға қажет. Жақсы. Балнұр айта ғой. Лупа болуы мүмкін дейді. Ғалымдардың бәрі бір нәрсені көріп жүреді. Жақсы отыра ғой. Азамат, сен не деп ойлайсың? Дәптер болуы мүмкін дейді. Жақсы. Қанағат? Карта болуы мүмкін дейді. Жақсы. Ал Ағырке, сен не деп ойлайсың? Мүмкін кітап бар шығар дейді. Ал отыра ғой. Енді көрейік, бұның ішінде не бар екен? Ғалым болу үшін ең бірінші не істеу керек екен балалар? Кітап оқу керек екен. Солай ма? Яғни құпия жәшігіміздің ішінде бізде кітап бар екен. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ ғалымдары екенін білдік. Құпия жәшіктің ішінен жаңағы ғалым болу үшін көп оқу керек екендігін білдіретін кітап шықты. Енді бірінші тапсырманы орындайық. Сендерге мәтін берілді. Осы мәтінді ең бірінші түсініп оқып аламыз. Ол үшін ішімізден оқушылар бөліп шығып оқиық. Кім оқығысы келеді? Келе ғой, Азамат.
қазақтың тұңғыш ғалымы. Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов, қазақтың ұлы ғалымы, шыңғыстанушы, тарихшы, фольклоршы, этнограф, географ, ағартушы. Шоқан 1835 жылдың қараша айында Құсмұрын бекетінде, қазіргі Қостанай облысы Әулиекөл ауданында атақты Аға Сұлтан Шыңғыс Уәлиханов отбасында дүниеге келген. Әкесі Шыңғыс Уәлиханұлы Аға Сұлтан болған. Шоқанның өз атасы Уәли орта жүздің ханы болған. Арғы атасы Қазақ ордасының ұлы ханы Абылай. Шоқан оның шөбересі. Шоқанның шын есімі Мұхаммед Қанафия. Шоқан Жақсы, ағарай, Балнұр оқи ғой. Шоқан әкесі ашқан ауыл мектебінде хат таныған. Шоқан 12 жасына дейін Қосмұрындағы мектепте оқып, мұсылман діні іліміне танысты. Шоқан ауылдық бастауыш мектепте оқып жүріп, араб, парсы, шағатай тілдерінің негізін үйреніп алды. 1847 жылы 12 жасар Шоқанды әкесі сол кездегі ең таңдаулы оқу орны болып есептелген Сібір кадеті корпусына оқуға орналастырады. Шоқанның бүкіл келешегі мен ғылым, өнер жолындағы талантын ашуда бұл оқу орнының маңызы ерекше болды. Бұл жабық әскери оқу орны болғанымен көптеген пәндер әскери сабақтарға қоса орыс, батыс әдебиеті, географиясы мен тарихы, философия, физика, математика негіздері, шетел тілдері оқытылған. Кадет корпусына алғаш оқуға түскен кезде Шоқан орыс тілін білмесе де өзінің зеректігімен тілді тез үйренді. Жақсы, отыра ғой. Сонымен, балалар, мәтін берілді. Енді осы мәтіннің ішінен негізгі және қосымша ақпаратты көтерілген мәселені анықтауға бағытталған 3 жауабы бар, 1 жауабы жоқ сұрақ құрастырамыз. Жақсы балалар, сонымен тапсырма орындап болдық па? Онда оқи ғой, сұрағын оқи ғой. Шоқан Уәлиханов ғалым болды. Шоқанның шын есімі кім? Жақсы, келесі сұрағым. Шоқан Уәлиханов ағылшын тілін білді ме? Білді ме ағылшын тілін? Жоқ, білмеді. Яғни жаңағы біз балалар мына жерде 3 сұрақ. Мынаның ішінде жауабы бар сұрақ, 1 жауабы жоқ сұрақ құрастыруымыз керек болатын. Жақсы, отыра ғой, ағай. Балнұр оқи ғой сұрағыңды. Шоқан қандай тілдерді меңгерді? Әкесі Шоқанды қандай кадет корпусына орналастырды? Өмірде жүргенде қандай пәндерді оқыды? Шоқан өз кезінде телефон қолданды ма? Ал, өз кезінде телефон қолданды ма дейді. Қалай ойлайсыңдар балалар? Жоқ. Жақсы, отыра ғой, ағарай, Азамат оқы. Өзің сұрағыңды. Шоқанның өз атасы Уәли орта жүздің ханы болған. Шоқан кадетке барғанда қай тілді білмей зеректігімен менген болды. Шоқанды неше жасында кадет корпусына берді. Шоқан бұзық бала болған ба? Шоқан бұзық бала болған ба? Жоқ. Керісінше қандай бала болған? Зерек бала. Отыра ғой. Аға. Шоқан оқыған кезде жабық әскери оқу орны болғанымен, онда тағы нелер болды? Шоқан қандай бала болған? Шоқан жақсы бала, жақсы, зерек, ақылды болу үшін кімнің көмегі тиген? Енді бір жауабы жоқ сұрақ. Жазбадың ба? Жақсы, отырып, ары қарай жаз. Ахмет. Шоқан Уәлиханов кім? Шоқанның әкесі кім болған? Бастауыш мектеп қай жерде орналасқан? Қытай тілін білген бе? Жақсы. Қытай тілін білген бе балалар? Жоқ. Айзере оқи ғой. Шоқан қанша жасына дейін мектеп оқыды? Қанша жасынан бастап мектеп оқыды? Шоқан 12 жасында қай мектепте оқыды? Шоқан кімнің шөбересі? Шоқан Уәлиханов білім алу үшін не қолданған? Жақсы, отыра ғой. Ал қанағат болдың ба соңғы сұрағында? Ал оқы. Шоқан қай тілді білмей жүріп тез үйреніп алған?
ретінде жауабы жоқ сұрағыңды кішкене құрастырып алмадың, не? Мен үшінші сұрақтарға Қой кеттің, жақсы. Ал балалар, сендерге кімнің құрастырған сұрағы ұнады? Енді бір-бірімізбен кері байланыс орнатайық. Кімдікі ұнады? балдырдық. Ал айта ғой. Балдырдың сұрақтары ұнады. Жақсы. Ахмет. Маған Айзеренікі ұнады. Айзеренің сұрағы ұнады. Балнұр. Маған Ағакенің сұрақтары ұнады. Әсіресе бір жауабы жоқ сұрағы ұнады. Жақсы. Азамат. Маған Ахметтің сұрақтары ұнады. Жақсы. Өте жақсы балалар. Балалар, енді тақтаға назар аударайық. Бүгінгі өтетін күндік бағдар бойынша өтетін тыныс белгілері. Бүгінгі өтетін тыныс белгілеріміз нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі және көрнікте. Осы тыныс белгілерінің сөйлем ішінде немесе шығармашылық жұмыстарда қолданылатын орны және қызметі. Ал енді бір-бірден шығып, осыны бір-бірімізге оқып үйретейік. Келе ғой, ағым. Нүкте хабарлы сөйлемнен кейін қойылады. Жай екпінсіз айтылған бұйрық, тілек мәнді сөйлемнен кейін қойылады. Драмалық шығармаларда кейіпкер атынан кейін қойылады. Адамның аты жөні қысқарғанда қойылады. Газет, журнал атауын шартты түрде қысқартқанда қойылады. Кейбір сөздерде шартты түрде қысқартқанда қойылады. Жақсы. Сұрау белгісі. Сұрауы сөйлемнен кейін қойылады. Сөйлемдегі белгілі бір сөздің мәні оқушыға түсініксіз, неге олай деген күдік туғызғандығын аңғару үшін сол сөзден кейін жақшаға алынып қойылады. Жақсы. Айтылуына тиісті ой аяқталмай қалған кезде көп нүкте қойылады. Біреуден алынған цитатаны не алдынан, не соңынан немесе сөйлем, сөз қалдырылған жерге қойылады. Айтуға қолайсыз тұрпайы сөздің орнына қойылады. Ескі жазбаларда көрінбей өшіп қалған орынға қойылады. Сонымен балалар, тыныс белгілерінің қызметіне қолдану орнын білді. Енді кітабымызды ашып 199 беттегі 4-ші тапсырманы орындайық. Сонымен тапсырма орындап болдық па балалар? Ал енді әрқайсымыз өзіміз сөйлемдерді оқи қояйық. Қандай тыныс белгісін қойдық? Оқып алма. Тексеріп отырамыз. Оқуға батқанда жегеніңді сал. Бұл сөйлем ең соңында, сөйлемнің соңында нүкте қойдым. Дұрыс па? Дұрыс. Жақсы. Оқи ғой. Өзіне мына көйлектердің қайсысы ұнайды? Мен бұл жерге ең соңғысына сұрау белгісін қойдым. Сөйлем соңына сұрау белгісін қойдым. Өйткені жауап алу мақсатында сұрақ қойылып тұр. Отыра ғой. Сендерге қалай? Дұрыс па? Жақсы. Оқи ғой, ағаке. Шіркін-ай, атты қалай таңдап қояды? Бұл жерде мен соңына леп белгісін қойдым. Жақсы. Отыра ғой. Дұрыс па, балалар? Келесі. Бұл қайсысың? Мына тұрсың? Бұл жерде мен сұрақ белгісін қойдым. Қалай білесіңдер? Дұрыс па? Отыра ғой. Келесі. Оқы. Біз қазақ ежелден ертеңді аңсаған. Мен оған көп нүкте қойдым, себебі ой аяқталмай қалған. Сендер қалай дедіңдер? Дұрыс. Келесі. Оқи ғой. Ғылым білімге түгелдей берілген адам ғана ойлаған мақсатына жете алады. Сөйлем соңына нүкте қойдым. Жақсы. Ал балалар алдарыңдағы стикерға бір-біріңді бағалап, сұрақтарың болса соған жазып отырыңдар. Ал балалар, келесі тапсырмамыз мына тыныс белгілерін өттік. Енді оның қандай маңызы бар біздің өмірімізде? Соны мына кластерге жаза қояйық. Кім жазғысы келеді? Ал келе ғой, Ахмет.
Жақсы. Жаза қой. Жазу. Дұрыс. Сұрақты бүйтіп қоясың. Жақсы. Шыға қой. Балалар, келесі тапсырмамыз 5 минуттық эссе жазу. Тақырыбы: мен ғалым болсам. Балалар болсақ, оқиық. 5 минуттық эссе, тақырыбы: мен ғалым болсам. Ал Ахмет оқиық. Мен ғалым болсам, Қазақстанның түкпір-түкпір әдемі көркем жерлерін зерттер едім. Мысалы, Тянь-Шань тауы, оның биіктігін, көлемін зерттейтін едім. Ғалым болу оңай емес, ол үшін көп оқу керек және көп еңбектену керек. Жақсы, ал бағалайық. Басқарма әдісі арқылы. Бағалайық. Жақсы. Келесі, Айзере болсын ғой. Мен ғалым болсам, егер мен ғалым болсам, аспан денелерін зерттеуші едім, және де өсімдіктерді зерттеуші едім. Мені қызықтыратын ол аспан денелері. Мен онда жұлдыздарды және де аспан денелерінің қалай қозғалатынын білгім келеді. Жақсы, отыра ғой. Бағалайық. Өте жақсы. Балын оқи ғой. Мен ғалым болсам, егер де мен ғалым болсам, әрбір заттарды зерттеп біліп алушы едім. Бірақ ғалым болуды оңай емес деп ойлаймын. Себебі ғалым болу үшін көп оқып білім алу керек. Бұрында Әл-Фараби атамызда ғалым болған. Ол өз алдына мақсат қойып, көп оқып, көп тілді меңгерген. Менің естуім бойынша Әл-Фараби атамыз 72 тілді меңгерген және әлемнің екінші ұстазы болып танылған. Менің де ғалым болғым келеді. Бірақ ол үшін көп еңбектену керек. Осылайша мен өз арманыма, мақсатыма жетемін деп ойлаймын. Жақсы, бағалайық. Ал Азамат оқи ғой. Мен ғалым болсам, болу үшін көп оқуым керек. Себебі ғалым болу оңай емес. Мен ғалым болсам, және соғыс кейіпкері болу керектігін жазушы едім. Жақсы, ал Азаматты бағалап жіберейік. Жақсы, Ағайкен. Мен ғалым болсам, көп кітап оқып, көп жерде зерттеуші едім. Танымал ғалым болушы едім. Ғалым болсам, ештеңеден қорықпау керек деп ойлаймын. Адам көп кітап оқып, білімді болса, ғалым бола ала ма деген сұрақ мені мазалайды. Бірақ адамның бәрі ғалым бола алмайды. Ғалым болу өте қиын. Жақсы, өте қиын екен, балалар, ғалым болу. Ал Ағайкен бағалайық. Жақсы. Қанағат болды, оқи ғой. Мен ғалым болсам, мен болашақта дәрігер ғалымы болғым келеді. Мен егерде дәрігер ғалымы болсам, мен COVID-19 пандемиясынан алып шығатын дәрі ойлап табушы едім. Және ол дәрінің қалай жасалатынын адамдарға айтамын. Осы дәрі арқылы барлық адам емделіп, COVID-19 пен карантин жойылады деп ойлаймын. Жақсы, балалар, бүгінгі елімізде бүкіл жер шарында
өршіп тұрған COVID-19 індетіне біздің қанағатымыз ғалым болып дәрі дәрмек ойлап тапқысы келеді екен. Ал қанағатты бағалап жіберейік. Қалай? Өте жақсы. Отыра ғой. Ал енді біздің сыныптың ақыны бар дейміз, шешеніміз бар дейміз. Болашақ журналист болам деп армандап жүрген азамат өзінің шығарған бір шумақ өлеңі бар екен. Соны оқып берсін бізге. Келе ғой. Ғалым болу оңай емес адамға, ғалымдарды құрметтейді ғаламда. Табиғатты ғылымдылар зерттеп көп, ғалымдарға рахмет бізден көптен көп. Жақсы. Балалар, бүгінгі сабағымызда қазақ ғалымдары туралы көптеген мәліметтер білдік. Тыныс белгілерін қалай қолдану керек, оның қызмет туралы біліп, сабағымызда қолдандық, көптеген тапсырмалар орындадық. Сабағымызды қорытындылай келе, енді ғалым дегенді неге теңеуге болады, балалар осы? Жұлдызға теңейміз, Ал кел онда. Кім жұлдыз белгісін салады? Келе ғой. Жақсы. Ал енді осы жұлдыздың 5 тармағына ғалымға қажетті 5 түрлі қасиетті тез-тез ойлап жазып жіберейік. Ал келе. Қандай болу керек екен? Білімді. Келесі кім? Айгер, Арне. Не деп жазасың? Зерек. Жақсы, тағы кімде қандай қанағат келе ғой? Қандай қасиеті болу керек? Ғалым болу үшін шыдамды дейді жаза ғой. Жақсы. Тағы кімде қандай ой бар? Азамат келе ғой. Қандай? Ойшыл болу керек дейді. Жақсы. Тағы кімде қандай ой бар? Айзерек келе ғой. Не деп? Қандай қасиет болу керек? Жақсы. Жақсы балалар, әрине ғалым болу оңай емес, оған көптеген қасиеттер керек. Ең бірінші оқу, білім жинақтау қажет екен. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырмалайық. Үйге тапсырма. Ғалым болмай немене балалықты қисаңыз, ой толғау жазу. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.